Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін талшын. Бүгін сіздерге арықтауға арналған смузидің рецептімен бөлісетін боламын. Қыс айында көп қыз-келіншектер артық салмақ қосып аламыз. Егер сіздерде артық салмақ беттеріңізде қырдақ қаптап кетсе, осы смузиді жасап көруге кеңес берер едім. Екінші күні-ақ сіздер нәтиже көретін боласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен барлық көкөністерімізді, жемістерімізді жуып тазалап аламыз. Одан соң осылай кебедің сыртын ашып алатын боламыз. Одан соң лимонымыздың сыртын ашып аламыз және қиярымыздың екі шетін алып тастайтын боламыз. Барлығын осылай ашып тазалап дайындап қоятын боламыз. Міне осылай қиярымызды және лимонымызды турап алдық. Мен осылай жарты бөліктерін қолдандым. Осылай ішіндегі дәндерін алып тастаймыз және бір кебегімізді турап алдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен сельдерейдің аз ғана бөлігін қолдандым. Өйткені сіздерге аса қатты дәмі ұнамауы мүмкін. Сондықтан сіздерге де аз ғана бөлігін қосып жасауға кеңес берер едім. Осылай ыңғайлы ыдысымызға салып алып, үстіне жылы суымызды құйып, блендерлап алатын боламыз. 2-3 күнде осылай жасап ішетін болсаңыздар, беттеріңіздегі қара дақтарыңыз кетіп, шлактар мен токсиндарды тазалайтын болады. Бір аптада -5 кг салмақ тастайтын боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода жүздескенше ас болсын.